Баршаңызға қайырлы күн. Видеоблог түсірмегелі біраз уақыт болды. Демалыстан демалыс. Енді қайтадан жұмысқа кірісіп жатырмыз. Бүгін Теттидің жаңа точкасына келдік. Анда бір Тетти, мына жақта бір Тетти. Бұйырса енді мындан ортасынан бір орын шықты. Осы жақта бүгіннен бастап бұйырса ремонт жасап бастаймыз. Бізге берілген срок 10 күн. Соның ішін үлгеру керек. Мына орны жақта Арбат, бұл жақта Юлейка. Ортасында. Ана басына жету үшін біраз жүру керек екен ғой, салмай. Бізде ана жерде Тетти деп тұр, ана. Осыдан былай қарай еткен кезде Көгілі Абылай Ханның бойынан. Ал одан арға еткен кезде Арбаттың ортасында тағы бір Тетти бар. Найс қолына Тетти ұстап жатыр. Астын танып тұрмын. Мұнда бір қытайлық компания келді. Тоже Bubble Tea. Жанымызда Баханди. Тура соның қасында. Ал осыдан шығып былай қарай кеткен кезде бұл жақта бір Тетти, мұнда біреу. Былай қарай Арбаттың ортасында тағы бір Тетти. Мына жерде тағы бір Bubble Tea. Яғни бұл жердің өзінде бізде қытайлық 2 компания, біздікпен 3, бас жақта біздікі 4. Мына жерде біздікі 5. Ар жағында мен 2 франшизамыз бар сатқан. Яғни ол кісілерде біздік деп айта беруге болады. Ол жақта тоже 2, сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bubble Tea. Бір Арбаттың бойында. Былай қарай бұрыламыз Арбаттан. Bubble Tea бойынша. Мұнда біреу тұр. Концерт болып жатыр ғой. Жап-жасыл болып тұрған клиенттер тұрғы алдында. Осы біздің Теттидің тағы бір точкасы. Бұдан былай қарай кетеміз тағы. Айтпақшы осында біз мұнда Тетти, бұйырса мына жерді қосып аламыз. Ал мұнда бізде тонер болады. Ремонт бітіп қалды. Бұйырса. Бірақ кішкентай енді с собой алып кетуге гене арналған. Барлығын осылай қойып қойдық. Ал бұл не үшін алып жатырмыз? Жақында бұйырса мынау асты жағына подвалды береміз деп отыр. Сол қосылса бізге бұл жер кәдімгідей отырып ас ішетін жер болады. Дегеде отыруға болады. Коридорға. Осылай шығамыз. Тура Арбаттың ортасында. Вот сумның тура қарсысында. Есінде осыдан бір 6 жыл бұрын осы Арбатқа кеп, жан-жағымызға қарап, көзіміз алақтап қорқып жүруші едік. Қорыққанда қалай енді қысылып жайсен ауылдан келгенсің ғой бәрібір. Қазір енді осы жерден бизнес ашып жатырмыз. Арбатты толығымен қоршауға алдық деуге болады. Мына жерде біреу, арғы басында біреу, бас жақта біреу, арғы басында 2. Клиенттеріміз алып кетіп жатыр. 82 квадрат.
Арбаттан месте қалмайын деді ғой, бәрін алып болдық па, не қылдық? Қалай? Қалай, жылы ма? Ана жақ қараған жылы ғой деймін, қаяқтан мына өрлеп тұр ма? Төбесі пол немесін о жерге ашып қой деймін. Так, оны жауы керек, и арт жағын жауы керек. Все. Тек қана кірпен ашасыңдар, е? Жақсында. Рахмет. Мынау соның ішіне ма? Мына материалның ішіне ма? Бұл жақта не болады? Сыртта. Мынау ма? Аха. Мына шейін қоршын. Есіп қой не болады да? Қоршап беріп былай. Былай. Что, склад? Білмеймін, несі қолдан дейді да. Заттарын алуға жолға шықтық. Алматыда қар борап тұр. Алматыда құрылыс жүргізіп жатқан кісілер болса, бұл жерде Комфорт деген осындай құрылыс заттарын сататын жер бар. Түнгі сағат қателеспесем 12-ге дейін жұмыс жасайды. О. Кәдімгі жаңа жыл. Именно аңдағы ма? Вот, все есть. Стандарт не да мынау? Да? 5 штук бересіз ба? Бұл жақта ремонт бастап жатыр, түнделетіп болсын канализацияны бітіреді. Осылайша видеоға қайттық. Бұйырса бір аптаның ішінде бітіреміз деп ниет етіп отырмыз. Bye.